Қайырлы күн достар. Бүгін бұл видеода өте дәмді пюре дайындаймын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен картопты бүтіндей немесе екіге бөліп ыдысымызға саламыз. Содан соң салқын суымызды құйып, бетін жауып қайнағанын күтеміз. Қайнаған соң дәміне қарай тұз саламыз. Міндетті түрде тұзды тек қана қайнаған соң салу керек. Бетін жауып, орташа отта 20-25 минут пісіреміз. Піскенін осылай шанышқымен тексереміз. Енді суын төгеміз, барлығын төкпейміз. 2-3 см болатындай түбінде су қалдырамыз. Содан соң сары май, сүт құйып, жақсылап еземіз. Сүттің барлығын бірден құймаңыздар. Бірте-бірте езіп көрген кезде құрғақ болып жатса, сүтті тағы да құюға болады. Менде мұнда 10 дана картоп. Мен қанша сүт құятынымды білгендіктен барлығын сүттін бірден құямын. Барлығын езіп шығамыз. Біздің пюреміз құрғақ болмауы керек. Міне дайын болды. Осындай консистенция болып шығады. Осылай ұсына берсеңіздер болады. Бірақ мен әрдайым жасаған кезде миксермен 20-30 секундтай миксерлеймін. Егер осылай жасап көрмесеңіз, жасап көріңізге кеңес беремін. Өте дәмді, сондай үлпілдек, орысша айтқанда воздушный болып шығады. Біршама уақыт өткеннен кейін де, пюре суығаннан кейін де өз қалпын жоғалтпай, яғни осындай үлпілдек қалпында қалады. Міне осылай ұсынамыз. Біздің пюреміз дайын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналға тіркелмеген болсаңыз, қазақша каналды қолдап, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ас болсын!